Енді мен сіздерге спорт жайлы әзілдерді айтып берейін. Бір күні Қазақстан мен Бразилия футбол ойнап жатып, Қазақстан мен Бразилия. Ойыннан кейін доптан интервью алды. Доп қалай ойлайсың? Ойын қалай болды десе, доп айтады дейді. Бразилия мен өзі кім ойнады деп. Қазақстан десе, қайдам олардың ойында вообще көрген жоқпын депті. Ала, шифр қағатын шеге бар ғой, шифр қағатын шеге. Бір күн пласкосқа жылап кепті. Пласкос братан, бұл бас көтеріп жүре алмайтын болдық қой. Енді бас көтерсем балға қақтыса береді депті. Сөйтсе пласкос айтады дейді. Шеге братишка, смело жүре бер, любой жерден суырып алам дейді. Енді қадірменді көрермендер, мен сіздерге отбасылық, жанұялық әзілдерден айтып берейін. Бір күні әйелі мен күйеуі ұрысып қапты. Сөйтсе әйел айтты: саған шыдап келген, 10 жыл шыдап келген. Маған рахмет айт. Семен ажырасам, кетем деген ғой. Сөйтсе күйеуі айтады дейді: тоқта, мен де барамын деп шығады. Соған не керек? Ана әйелі сөзінде тұрады екен, малдес. Кетем дегесін, кетем депті. Сөйтсе күйеуі айтады дейді: осыны айтып жүргеніңе 10 жыл болды ғой, кетем деп айтып жүргеніңе. Кетсең кетші нейлай. Жаман әйел кетем деп қорқытады дейді. Мә 5000 теңге ауылыңа дейін жетеді деген ғой. Сөйтсе әйел айтады дейді: тағы 5000 теңге берсейді. Я не қыласың оны десе, енді қайтып келмейміз ба деп айтады дейді да. Елімізде ақылды әйелдер көп болсын. Енесі мектепте жұмыс істейді дегенде енесі сөйт келін айтты. Келін маған ана бүгін мектепте субботник болатын еді, соны сыпырғын дайындап бере қойшы деген ғой. Сөйтсе келін айтады дейді: мам, не ғой, сыпырғына пакет көріп берейін ба, жоқ, сонымен ұшып кете бересіз ба дейді. Бала мен қыз үйленгенде, сөйтсе ана қыздың шешесі, құдағи, енесі араласа береді екен екі жастың ортасына. Сөйтсе бала оған шыдай алмай 2 жыл армияға кетіп қапты. 6 айдан кейін енесінен хат келіп тұр дейді. Я, күйеу бала, енесіне хат келіп тұр дейді. Ана қызымды алып кеткеніңе 6 ай болды. Армияңнан 3 күн отпуск алды, үйіңе бар. Қызымды ал да үйге кел. Қайттан үйіңе апарып тастайсың, құр армияңа деп жазып жіберді. Сөйтсе күйеу баласы хат жазып отыр дейді. Жанына бір граната қосып: апа, енешка, мына гранатаның кольцосын тартпасаңыз, как раз 3 күнге жібереді депті. Қысқасы, елімізде тек қана бейбітшілік болсын, той болсын, той болсын, той болсын. Бауыржан Тұрабаев.